Сәлем құрметті оқушылар, ондық бөлшекті натурал санға бөлу ісі тобының есептерін бірге талдайық. 896 тиімді тәсілмен есептеңдер. Қарайық, бірінші бізде 2 санда 2,9 бар. Одан кейін 2,7 бар. Одан кейінгі сандарда 2,5 бар. Сосын 2,3 бар. Оларды жақшан сыртына шығарайық. Ортақ көбейткіш ретінде 2,9-ды шығарсақ, 30 азайтылған 28 қалады. 2,7-ні шығарсақ, 28 азайтылған 26 қалады. 2,5-ті шығарсақ, 26 азайтылған 24. 2,3-ті шығарсақ, 24 азайтылған 22. 2,9 көбейтілген 2, 2,7 көбейтілген 2, 2,5 көбейтілген 2, 2,3 көбейтілген 2. Енді әрқайсында 2 бар, осы 2-ні жақшан сыртына шығарайық. Сонда 2,9 қосылған 2,7 қосылған 2,5 қосылған 2,3. Енді біз қосу үшін жеңіл болғандай 2,9-ға 2,5-ті, 2,7-ге 2,3-ті қосайық. 2, 2,9-ға 2,5-ті қосамыз, 9-ға 5-ті қосамыз, 14 бір ойда, 2-ге 2-ні қосамын 4, ойдағымен 5, 5,4. Мына жерде 2,7-ге 2,3-ті қосайық. 4, 7-ге 3-ті қосамыз, 10 болады, сонда 5 болады екен. Сонда 2-ні көбейтеміз 10,4-ге. 2 4-ім 8, үтірді қоямыз, 2-ні 10-ға көбейтемін 20. 20,8. Екіншісі. Бұл жерде 39 бар. Мына жерде 37 бар. Одан кейін 35 бар. Мына жерде 33 бар. Осыларды жақшан сыртына шығарайық. 4 азайтылған 3,8. 37-ні шығарсақ, 3,8 азайтылған 3,6. 35-ті шығаратын болсақ, 3,6 азайтылған 3,4. 33-ті шығарсақ, 3,4 азайтылған 3,2. Енді бізде жақшаның ішінде 0,2 қалады, Сонда 39 көбейтілген 0,2, 37 көбейтілген 0,2, 35 көбейтілген 0,2, 33 көбейтілген 0,2 болады. Енді осы 0,2-лерді жақшан сыртына шығарып жіберейік. Сонда 39 қосылған 37, қосылған 35, қосылған 33. Тең 0,2, 39-ға 35-ті қосайық, бізде 74 болады. Қосамыз, 37-ге 33-ті қосайық. Бізде 70 болады. Сонда 0,2-ні көбейту керек 144-ге. Бұған түрінде көбейтейік. 2 4-ім 8, 2 4-ім 8, 2 1-ім 2. Өтірден кейін бір цифр, олай болса 28,8 деген жауап шығады. 897 жеміс сусынын дайындау үшін 7 бөлік кепкен алма, 3 бөлік өрік және 2 бөлік жүзім алынды. Ондағы кепкен алма, өрік пен жүзімнен 0,6 килограмм артық. Жеміс сусынын дайындау үшін барлығы неше килограмм жеміс жидек алынды. Бізге барлығын тапсын дейді, Барлығы белгісіз. Енді қарайық. Бізде алма бар, өрік бар, одан кейін жүзім бар. Бізге алма 7 бөлік дейді. Бір бөлігі неше екенін білмейміз. Бір бөлігі бізде x болсын. Онда 7 бөлігі бізде 7x болады. Өрік 3 бөлік, ол 3x болады. Жүзім 2 бөлік, ол 2x болады. Енді бізге айтады, алма, өрік пен жүзімнен 0,6 килограмм артық. Сонда мен екеусін теңестіру үшін 7x, мына жерде 3x қосылған 2x, мына екеусін теңестіру үшін 0,6-ны мен мына жаққа қосам. Сонда 7x тең
мына жерде 5х қосылған 0,6, 7х азайтылған 5х тең 0,6, 2х тең 0,6. Х тең 0,6-ны 2-ге бөлеміз. Х тең, мына жерде 6-ны 2-ге бөлсек 3, мына жерде үтірден кейін бір сан, олай болса мына жерде де үтірден кейін бір сан болу керек, Сонда 0,3 болады. Бұл бізде бір бөлік, яғни х. Ал бізге барлығы дейді. Барлығы болса біз не істейміз? 7х қосылған 3х қосылған 2х. Яғни барлығы 12х. 12 бөлік. 12-ні көбейтеміз 0,3-ге. 12-ні 0,3-ге баған түрінде көбейтейік. 3, 2, 6, 3, 1, 3. Өтірден кейін бір цифр, олай болса 3,6. Жауабы барлығы 3,6 килограмм. Жеміс жетек екен, немесе 3 килограмм 600 грамм. 898 периметрі қабырғасы 9,65 см квадраттың периметрінде тік төртбұрыштың ені 8,7 см. Тік төртбұрыштың ұзындығы неше сантиметр? Бізге квадраттың қабырғасы берілген, оны А деп қояйық. 9,765 сантиметр. Одан кейін бізге ені берілген тік төртбұрыштың. Енін мен В деп қояйын. 8,7 сантиметр. Периметрі қабырғасы осындай квадраттың периметрінде тік төртбұрыштың ені дейді. Яғни не деп тұр? Екі фигураның периметрлары бір-біріне тең. Квадраттың периметр және тік төртбұрыштың периметрі өзара тең. Осы кездегі ұзындығын табыңдар дейді. Ұзындығы бізде с болсын. Осын сын табайық. Енді бізде квадраттың периметрі неге тең? Бізде 4а-ға тең. Ал тік төртбұрыштың периметрі 2 көбейтілген жақшаның ішінде 2 қабырғасының қосындысы. Бізде ені В, ұзындығы с. Осы екеуісінің қосындысы. Енді оны не істейміз біз? Мынаған қарап теңестіреміз. Сонда 4а тең 2 В қосылған с. А-ның орнына біз 9,165-ті қоямыз. Тең 2 В-ның орнына 8,7-ні қоямыз. Қосылған, осы кезде с-ны табамыз. Енді 9,165-ті көбейтейік 4-ге. 22 ойда 24, ойда мен 26 ойда. 4 жердегі 9-ым 36, ойда мен 38. 2 сан үтірден кейін, сонда 38,6 екен тең. Мына жерде жақшаның ашамыз. 2-ні көбейтеміз 8,7-ге, қосамыз 2-ні көбейтеміз с-ға. 38,6 тең 8,7-ні 2-ге көбейтейік. 2 жетім 14 бір ойда, 2 8-ім 16 ойдағы мен 17. Өтірден кейін бір цифр. Сонда 17,4 болады. Қосылған 2 с. Енді 2 с-ны қалдырайық осы жақта. Мынаны екінші жаққа апарайық. Сонда 38,6-дан азайтамыз 17,4-ті. Азайтайық. Мында 2, мына жерде 1, мына жерде 2. Сонда 2 с тең 21,2. С тең 21,2-ні бөлеміз 2-ге. Өтірді жылжытайық. Мында 20 болады. Мына жерде 1-ден береміз 20. 1 түседі 2, 12 жетпейді. 126-дан береміз. 120, 0. Сонда с тең 1,6. Ал с дегеніміз бізде ұзындығы. Сонда жауабы ұзындығы 1,6 сантиметрге тең екен. 899 катердің өзен ағысымен жылдамдығы 25,8 км сағат. Ал ағысқа қарсы жылдамдығы 21,2 км сағат. Бірінші ағыс жылдамдығын табыңдар, екінші катердің меншікті жылдамдығын табыңдар. Бізде ағыспен 25,8 км сағат. Ағысқа қарсы
21,2 километр сағат. Бізге ағыстың жылдамдығын табу керек. Одан кейін меншікті жылдамдықты табу керек. Бізде бірінші ағыстың жылдамдығын табайық. Ағыстың жылдамдығын табу үшін біз білеміз, ағыспен жүргендегі жылдамдықтан ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдықты азайтып, 2-ге бөліп тастасақ, ағыстың жылдамдығы шығады. Сонда V ағыс тең болады 25,8 азайтылған 21,2 бөлінген 2. Ауызша азайтайық. 8-ден 2-ні азайтамыз 6, өтірді қоямын, 25-тен 21-ді азайтамын 4. Оны бөлу керек 2-ге. Ауызша бөлек 4-ді 2-ге бөлеміз 2, 6-ны 2-ге бөлеміз 3. Өтірді қоямын, 2,3 километр сағат. Енді екіншісі, меншікті жылдамдықты табамыз. Ол ағыспен жүргендегі жылдамдыққа қосу керек, ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдықты. Оны 2-ге бөлсек, бізде шығады меншікті жылдамдық. Сонда 25,8 қосылған 21,2 бөлінген 2. Ауызша қосайық. 8-ге 2-ні қосамын 10, 0-ін жазам 1 ойда. 5-ге 1-ді қосамын 6, ойдағымен 7, 2-ге 2-ні қосамын 4. Сонда 47 екен, оны 2-ге бөлу керек. Баған түрінде бөліп көрейік. 2-ден беремін 4, 7 түседі, 3-тен беремін 6, 1 жетпейді, өтірді қоямын 0, 5. Сонда 10 болады. 23,5 километр сағат. Сонда жауабы ағыстың жылдамдығы 2,3 километр сағат. Ал меншікті жылдамдық 23,5 километр сағат. 900-ші есеп. 2 орам кәмпит пен 2 орам өріктің массасы 1,1 килограмм. 5 орам кәмпит пен 3 орам өріктің массасы 2,115 килограмм. 1 орам кәмпит неше грамм, 1 орам өрік неше грамм дейді. Бізде кәмпитті К, өрікті Ö деп қояйық. 2 орам кәмпит қосылған 2 орам өрік бізде 1,1 килограмм. Одан кейін дәл сол сияқты 5 орам кәмпит және 3 орам өрік бізде 2,115 килограмм. Енді бізге айтады, кәмпит неше грамм, өрік неше грамм. Екеуін жеке-жеке тап дейді. Біз 2 өрнек тауып алдық. Бірінші және екінші өрнек. Енді бірінші өрнекке қарайық. Бірінші өрнекте мында 2 бар, мында да 2 бар. Олай болса сол 2-ні ортақ қылып жақшаның сыртына шығарайық. Сонда бізде не қалады? Кәмпит қалады және өрік қалады. Тең 1,1. К қосылған Ö тең бізде 1,1-ді 2-ге бөлгенге тең. Бөлейік. Өтірді жылжытамын, да 20 болады. 0,5-нен арсам 110. 5-тен берейік 100. Мына жерде 10 болады. 10 жетпейді. Бізде мына жерде тағы 0 түсіреміз. Тағы да 100 болды. 5-тен береміз. Сонда кәмпит қосылған өрік бізде 0,155 екен. Енді осы жерде өрікті табайық. Өрік неге тең? Өрік тең 0,155-тен кәмпитті азайтқанға тең. Енді қарайық. Екінші өрнектегі осы өріктің орнына біз мына өрнекті жазамыз. Сонда 5 кәмпит қосылған, енді 3 өрік деп жазбаймын, өріктің орнына мынаны жазам. 0,155 азайтылған кәмпит. Сонда тең 2,115-ке. 5К қосылған, мына жақшаны ашу керек. 3 көбейтілген 0,155 болады. Азайтылған 3 көбейтілген К. Тең 2,115. Мына жерде 5К азайтылған 3К-ны қалдырамын. Мында 2,115 азайтылған 3 көбейтілген 0,155 болады. Сонда мына екеусін азайтсақ, бізде 2К болады. Ал мына жақта есептейік. 0,155-ті 3-ке көбейтемін. 3 5-15 бір ойда, 3 5-15,
ойдағымен 16, бір ойда 3 нөлім 0, ойдағымен 1. Өтірден кейін 2 цифр, мына жақта да өтірден кейін 2 цифр болады. Мына екеуісін көбейттік, енді оны 2,15-тен азайтамыз. Мына 0, мына жерде 11-ден 6-ны азайтсақ 5, мына жерде 1-ден 1-ні азайтсақ 0. Сонда 0,5 шығады екен. Кәмпит тең 0,5-ті 2-ге бөлеміз. 0,5-ті 2-ге бөлейік. Өтірді жылжытамын, мұнда 20 болады. 5-ті бөле алмаймыз 20-ға, 0,5-ден алсам менде 50 болады. 50-дің ішінде 20 2 рет бар. 40, 10 болады. 10 жетпейді. Мен мына жақтан 1 0 түсірем. 100. 100-дің ішінде 25 рет бар. Сонда кәмпит 0,125 килограммға тең екен. Енді өрікті табайық. Өрік біз басында айттық, біз білеміз 0,155-тен кәмпитті азайтып тастасақ, онда біз өрікті аламыз. Сонда 0,125 өрік тең, енді айтайық 0,155-тен 0,125-ті. Мұнда 0, 5-тен 2-ні азайтамын 3, мұнда 0. Сонда 0,3 килограмм. Жауабы граммен мөлшерлеп тұр. Ол болса, мына килограммды граммға айналдырамыз. 1 килограммда 1000 грамм бар. Олай болса 0,125-ті 1000-ға көбейтемін. Менде 250 грамм шығады. Мына жерде 0,3-ті 1000-ға көбейтем. 300 грамм шығады. Сонда жауабы кәмпит 250 грамм, өрік 300 граммға тең. 901. Жазғы демалыста балалар шайқурай, мыңжапырақ және қызыл таспа шөптерін жинады. Олар шайқурай шөбін есептемегенде 10,2 килограмм, мыңжапырақ шөбін есептемегенде 11,4 килограмм және қызыл таспа шөбін есептемегенде 13 килограмм емдік шөптер жинады. Балалар емдік шөптердің әр қайсысынан неше килограмм жинады? Шайқурайды Ш деп қояйық, мыңжапырақты М деп қояйық және қызыл таспаны Қ деп қояйық. Бізге айтады, шайқурай шөбін есептемегенде дейді. Яғни шайқурайсыз мыңжапырақ пен қызыл таспаны қосқан кезде оларда 10,2 килограмм шыққан. Енді мыңжапырақ шөбін есептемегенде, яғни шайқурай мен қызыл таспа екеусінде 11,4 килограмм шыққан. Одан кейін қызыл таспа шөбін есептемегенде шайқурай мен мыңжапырақты қосқан кезде оларда 13 килограмм шыққан. Енді бізге айтады, әр қайсысы жеке-жеке неше дейді. Мыңжапырақ, шайқурай және қызыл таспа. Біз не істейміз? Осы 3 теңдікті бір-біріне қосайық. Сол жақтарын қосамыз. М қосылған Қ, қосылған Ш, қосылған Қ, қосылған М, қосылған Ш. Тең 10,2 қосылған 11,4 қосылған 13. Қарайық, бізде М-дан 2, Қ-дан 2, Ш-дан 2. Сонда 2М қосылған 2Қ қосылған 2Ш. Енді мына жағын қосайық. 10,2-ге 11,4 қосамыз. 6, да 1, да 2, 21,6. Енді оған 13-ті қосайық. 6, 4, 3, 34,6 екен. Енді мына жерде 2, 2, 2. Осы 2-ні жақшан сыртына шығарып жіберейік. Сонда М қосылған Қ қосылған Ш. 34,6. Сонда М қосылған Қ қосылған Ш. Тең 34,6-ны енді 2-ге бөлеміз. Бөлейік 34,6-ны 2-ге. Өтірді жылжытам, да 20 болады. 34-тен алсам 1-ден беремін 20. Да 4 түсет, да 1 түсет, жетпейді, 6-ны түсіреміз. 7-ден берейік 140. Да 6 түсет, 6 жетпейді, өтірді қойсам, да 0. 3-тен берем 60, 0. Сонда 17,3. Егер әр қайсысын
қосатын болсақ, үшеуісін де қосатын болсақ. Енді қарайық. Бірінші өрнекте мың жапырақ пен қызыл таспаны қосқан кезде 10,2 болды. Енді сол екеуісін орнына қойайық. 10,2 қосылған шай-қурай тең 17,3. Осы жерден шай-қурайды тауып аламыз. Шай-қурай 17,3-тен 10,2-ні азайтқанға тең. Мына жерде ауызша есептейік, 3-тен 2-ні азайтамыз. 1 үтіртсет, 17-ден 10-ды азайтамын, 7. Одан кейін екінші өрнек шай-қурай мен қызыл таспаны қосқанда осынша. Олай болса, мына өрнектің орнына шай-қурай мен қызыл таспаның орнына қойсам, мен мың жапырақты табам. 11,4 тең 17,3. Сонда мың жапырақ бізде 17,3-тен 11,4 азайтқанға тең. Баған түрінде азайтайық. 17,3, 11,4. 13-тен 4 азайтамын, 9, 6-дан 1-ді азайтамын, 5. Сонда 5,9 килограмм. Енді үшінші, бізде мың жапырақ пен шай-қурайды қосқан кезде 13-ке тең. Сонда біз мына жерге мың жапырақ пен шай-қурайды қойсақ, қызыл таспа қалады, 17,3. Сонда қызыл таспа 17,3-тен 13-ті азайтқанға тең. 3-тен мына жерде 3, 17-ден 13-ті азайтамыз, 4. Жауабы бізде шай-қурай 7,1 килограмм, мың жапырақ 5,9 килограмм және қызыл таспа 4,3 килограмм жинаған екен балалар. 902 амалдарды орындаңдар. Бірінші, біз мына жердегі жақшаның ішін орындаймыз. Екінші, көбейтуді орындаймыз. Үшінші, осы көбейтуді. Төртінші, оларды азайтамыз. Одан кейін біз бөліміне көшейік. Бірінші, жақшаның ішін. Екінші, бөлуді. Үшінші, азайтуды орындаймыз. Одан кейін барып не істейміз? Алымын бөліміне бөлетін боламыз. Алымынан бастайық. Біз мына жерде 20-дан 2,20-дан 11-ді ондық бөлшекке айналдырамыз. 5-ке көбейтейік. 6,9 қосылған 2, мына жерде 100-ден 55 болады. Көбейтілген мына жерде де ондық бөлшекке айналдырайық. 2-ден береміз. 2,6. Азайтылған 3,5. Көбейтілген 2,7. Бөлімінде біз жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 36, 3-тен берейік, мұнда 2-ден берейік. 8,9-дан 1 азайтылған 2,36-дан 3 азайтылған 1,36-дан 2. Бөлінген аралысынды бұрыс бөлшекке айналдырам. 4, 9 4-ім 36, 1-ді қосамын 37. Тең алымындағы мынау өрнекті орындаймыз, Алымын есептейік, жақшаның ішінде не шығады? 6,9-ға қосамын 2,155-ті. 9-дан кейін 0 бар, олай болса, мұнда 5, мына жерде 14 бір ойда, 8 ойдағымен 9. 9,3-ден 45, оны көбейтемін 2,6-ға. 6 5 30, 3 ойда, 6 4 24 ойда мен 27, 2 ойда, 6 9 54 ойда мен 56. Қосамын 2 5 11 ойда, 2 4 8 ойдағы мен 9, 2 9 18. 0 7 15 бір ойда, 13 14 бір ойда, 2. 1 2 3. 1 2 3. 24,57. Азайтамын, мына 2 санды көбейтейік. 3,5, 2,7.
7 5 35 3 ойда, 7 3 21 ойдағы мен 24. 2 5 11 ойда, 2 3 6 ойдағы мен 7 5 4 9 1 2. 4 9,45 бөлімінде 8,9-дан 1 азайтылған. Мына жерде азайтуды орындасақ 1,36-дан 1 шығады. Мына бөлуді көбейтуге айналдырайық. Алымымен бөлімі ауысады. 37-ден 4 болады. Тең. Енді мына алымындағы сандарды азайтамыз. 24,157 азайтылған 9,145. 2, мына жерде 1. 14-ден 9 азайтамын 5, мына жерде 1 қалды. 15,112. Бөлімінде 8,9-дан 1 азайтылған. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамын. 36, алымында 37. Көбейтілген 37-ден 4. Тең қысқартамын. Мына жерде 9. 15,112. 8,9-дан 1 азайтылған 9-дан 1. 15,112 бөлінген 8. Енді мына санды 8-ге бөлеміз. 15,112 бөлеміз 8-ге. Үтірді 10-ға қарай 2 цифрға жылжытамын. Мына жаққа 2 0 жалғайым. 1-ден берейік. 800. Да 2, 1, 15-ден 8 азайтсақ 7. 712 бөлуге жетпейді. Үтірді қойсам да 0-ді жалғауға болады. 8-ден беріп көрейік. 8 0 0, 8 0 0, 8 8 64. 0, 2, 11-ден 4 азайтсақ, бізде 7 шығады. Бізде 720 тағы да бөлінбейді. Біз мына жерге үтірді қойып қойдық. Сол себептен мына жердегі 0-ді түсіре береміз. Мына қасындағы 0-лерді. Ары қарай 9-дан береміз. 7200. 0. Сонда жауабы 1,189 екен. Екінші, біз бірінші бөлуді орындаймыз. Екінші бөлуді орындаймыз. Үшінші қосуды, одан кейін азайтуды орындаймыз. Бөлімінде бірінші жақшаның ішін, одан кейін бөлуді орындаймыз. Одан кейін алымының бөліміне бөлеміз. 7,25-ке бөлейік. 0,5-нен аламыз, сонда мында 70 болады. 2-ден береміз. 50. 20. 20 жетпейді. Біз үтірді қойып қойдық. Содан кейін мына жақтағы 7-ден кейін 0-лердің біреусін түсіремін. 200 болады. 200. Біз 8-ден береміз. 0. Сонда 0,128 қосылған 3-тен 1. Мына бөлуді көбейтуге айналдырамын. 5-тен 24 болады. Азайтылған 10-дық бөлшекке айналдырамын. 4-ке көбейтеміз. 0,188. Бөлімінде 5-тен 2-ні 10-дық бөлшекке айналдырамын. 2-ке көбейтемін. 4,5 қосылған 10-нан 4 болады. 0,10-нан 4. Мына бөлуді көбейтуге айналдырамын. 7-ден 20. Қарайық, мына жерде 3 пен 24 қысқартамын, да 8 қалады. 5-тен 8. 5-тен 8-ді 0,128 қосылған 5-тен 8 азайтылған 0,188. Бөлімінде 4,9 болады. Жақшаның ішін есептейтін болсақ, көбейтілген 7-ден 20. Тең. Мына жерде 5-тен 8-ді 10-дық бөлшекке айналдырайық. 2-ге көбейтетін болсақ, 10-нан 16. Яғни 0,128 қосылған 1,16 азайтылған 0,188. Бөлімінде 10-дық бөлшекті жай бөлшекке айналдырсақ, 49 бөлінген 10 болады. Көбейтеміз. 7-ден 20. Тең. Алымын есептейік. 0,128 қосылған 1,16
6-дан кейін 0 бар, олай болса мында 8, мында 8, мында 1. 1,88. Мына жерде шықты, иә. Одан 0,88 азайтсақ, ал мында 1 шығады екен, иә. Бөлімінде қысқартайық. 7-лерді мында 7, мына жерде 2. 7, 2, 14. Бізде жауабы 14-тен 1 болады. 903. Суреттегі фигуралардан қайсысын сызықты үзбей сызып шығуға болады? Қайсысын сызықты үзбей сызып шығуға болмайды дейді. Біріншісі болады. Нәрден бастайық. Екіншісі, егер бізге тек қана сызықты үзбей десе, онда біз бұл фигураны сыза аламыз. Ал егер бір сызықтың үстін 2 рет баспай десе, онда біз бұл фигураны сыза алмаймыз. Бізге мына жерге не деп тұр? Қайсысын сызықты үзбей сызып шығуға болады дейді. Болады. Мына жерден бастайық. Болады. Осылай істесек болады. Бізге тек қана не деп тұр? Сызықты үзбей деп тұр. Бізге сызықтың үстін қайтадан баспай деп тұрған жоқ. Сол себептен жасай алады екенбіз. 904. Күнге ең жақын орналасқан Меркурий планетасы 1 минут 23 секунд уақытта өз орбитасы бойымен 3967,4 километрге ығысып, күнді айналады. Меркурий планетасының өз орбитасы бойымен қозғалыс жылдамдығын километр секунд есебімен табыңдар. АКТ көздерін пайдаланып, Меркурийдің өз орбитасы бойымен қозғалыс жылдамдығын табыңдар. Оны есептің жауабымен салыстырып тексеріңдер. Бізге уақыты берілген 1 минут 23 секунд. Одан кейін ара қашықтығы берілген 3967,4 километр. Бізге жылдамдығын табыңдар дейді. Километр секунд есебімен. Километр секунд, яғни біз мына жердегі уақытты секундпен өлшеуіміз керек. 1 минут 23 секунд. Минутқа айналдырсақ 1 минут 60 секунд бар. 60 қосылған 23, 83 секунд. Енді бізде S тең V көбейтілген T. Осы жерден V-ны табатын болсақ, S бөлінген T болады. Яғни біз не істейміз? V-ны табу үшін 3967,4-ті бөлеміз 83-ке. Ан түрінде бөліп көрейік. Өтірді жылжытамын. Мұнда 830 болады. Енді қарайық. 3967, оның ішінде 4 рет бар. Мына жерде 0, 4 үшім 12, 1 ойда, 4 жердегі 8-ім 32, ойдағымен 33. Азайтайық, мұнда 7, мына жерде 4, мұнда 6. Енді қасына 4-ті түсіреміз. 7-ден берейік. Мұнда 0, 7 үшім 21, 2 ойда, 7 жердегі 8-ім 56, ойдағымен 58. Мына жерде 4, мына жерде 6. 14-ден 8-ді азайтайық. 6. Енді 664 жетпейді 830-ға. Өтірді қойсақ, мұнда 0 болады. 8-ден берейік. Мұнда 0, 24, 2 ойда, 64 ойдағымен 66 болады. Сонда 47,8 километр секунд екен. Жауабы 47,8 километр секундына.